Мына жәндікті біз күнделікті рациондарымызда қолданамыз. Біле білсеңіздер, көп өндірушілердің тағамдарға қызыл түс беру үшін қолданылатын кармин деп аталатын бояуы кошенил жәндігінен және оның жұмыртқасынан жасалады. Кармин бояуы барлық мазхаб бойынша тыйым салынғандардың қатарында. Бұл кармин бояуы көбінесе қызыл түсті сусындардың, кәмпиттердің, краб таяқшаларын, әсіресе балалардың жақсы көретін қызыл түсті йогурттардың, балмұздақтардың және маршмеллоу мармеладтардың құрамында өте көп кездеседі. Мысалы, дүкеннен құлпынай дәмімен йогурт алатын болсаңыз, оның ішінде құлпынайдың жоқ екенін білетін шығарсыздар. Оның ішінде құлпынайдың дәмін келтіретін арнайы ароматизатор болады және оның түсін келтіру үшін арнайы қызыл түсті бояу болады. Сол үшін де халал деген сертификатқа қарамастан қызғылт түсті продукт алған кезде құрамынан краситель деген жеріне міндетті түрде мән беріңіздер. Ей Мумин сүресінің 51 аятында: «Уа пайғамбарлар, адал ас судан ішіп жеңдер және игі істеңдер» деген аят бар. Байқасаңыздар, игі істеңдер деген тіркес адал ас судан кейін келіп тұр. Неге? Өйткені адамның тамағы адалынан болмайтын болса, адамның бойында ауыртпалық пен қаттылық басым болады. Ондай кісілер жақсылық пен жамандықтың ара жігін өте қиын ажыратады. Сонымен қатар біз білеміз, адам үшін маңызды гормондардың 90% адамның ішегінде бөлінеді және ішектің дұрыс жұмыс жасауы тікелей оған түсетін тамақтың сапасына байланысты. Сол үшін де ата-аналар қауымы балаларымызға тамақ аларда баламыздың денсаулығы үшін, болашағы үшін міндетті түрде құрамына мән беруді ұмытпаңыздар.